Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге тауық еті мен макарон дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан соң ұсақтап туралған тауық аяқтарын салатын боламыз. Жақсылап қызарып, су тартылғанша қуыратын боламыз. Содан соң үстінен жұқалап туралған пиязымызды саламыз да, оны да жақсылап араластырып жіберіп қуырамыз. Достар, қазақша контенттің, яғни қазақша фудблогтың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да кереметтей рецепттермен бөлісетін боламын. Жақсылап пиязымызды қуырғаннан соң үстінен сәбізімізді салып, оны да жақсылап араластырып жіберіп қуырып аламыз. Шамамен 5-6 минуттай қуырғаннан соң үстінен картопымызды салып, оны да жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Және де дәміне қарай тұзымызды, кез келген өздеріңізге ұнайтын дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Енді осы жерде үстінен макаронымызды саламыз да, жақсылап араластырып, оны да қуырып аламыз. Макаронымызды қуырғаннан соң үстіне 1 стакан сумен 1 ас қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырып, макаронымыздың үстіне құятын боламыз. Макаронның суы қайнағаннан соң крышкамызды жауып, 20 минутқа бұқтырып қойып қоямыз. Мінекей достар, осымен біздің макаронымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет.